Ал құрметті достар, сіздердің кеңестеріңіз керек болып тұр. Мынау қасиетті Рамазан айы да келіп жетті. Осы қасиетті Рамазан айында қаншама мұсылмандар өзінің ата-анасына, бала-шағасына, отбасына дұға тілек жасайды. Солардың қатарында мен де болдым. Барлығына дұға жасап, өзіме Құдайдан сұрап жатырмын. Құдайым, ұзақ ғұмыр бер деп. Құдай қаласа, может 100 жыл берер, 120 жыл берер, ары кетсе да. Бірақ өз-өзімнің ойда ұстап алдым. Не үшін онша жыл мен өмір сүрем? Ішіп, жеп, туалетке барып өтіп кету үшін ба, немесе мен ұлы бір істер жасау үшін ба деген секілді. Әшін ішіп, жеп, өтіп кететін болсам, жануардан қандай айырмашылығым бар деген сұрақ туындады. Енді қаншама 99% адам примерно сөйтіп өмір сүріп жатқан сияқты көрінді маған. Ішіп, жеп, кредитімді жауып, ойлаған машинамды алып, үйімді соғып, баламды шетелге оқуға жіберіп деген сияқты бір. Онда не үшін өмірге келдім деген сияқты сұрақ туындады. Может, мен өзім жеке адам ретінде үлкен қоғамға, әлемге бір пайдасын тигізетін бір мақсат тұрған шығар, миссия. Осы жерде сіздердің кеңестеріңіз керек болып отыр. Сіздерде қандай ұлы мақсаттарыңыз бар, миссияларыңыз бар? Мен сіздерден сол нені алғым келіп отыр. Мысалды сіздерден үлгі алғым келіп отыр. Соны комментарияға жаза кетсеңіздер, сіздердің ұлы мақсаттарыңыз не? Рахмет.